Баршаңызға сәлем. Мына фитболдың көмегімен үйде көптеген жаттығулар жасауға болады. Бүгінгі видеода біз Дуня екеуміз сіздерге пайдалы жаттығулар ұсынамыз. Бұл вестибулярлық және проприоцептивтік, сондай-ақ жарты шар аралық жүктемесі бар жаттығулар. Әдеттегідей түзету жылына оралайық. Бұл вестибулярлық жаттығу баланы фитболға ішімен жатқызамыз. Мына ойыншықтардан, кішкентай ойыншықтардан кез келген сценарий шығарып аламыз. Балаға тапсырма береміз, қарапайымнан күрделіге дейін. Мәселен, оң қолыңмен қызыл көбекті алып, менің сол қолыма бер. Енді сол қолыңмен көк көбекті алып, менің оң қолыма бер. Тапсырманы күрделендіреміз. Екі қолыңмен өзіңе ұнаған ойыншықты алып, маған бер. Егер бала түр тұста айыра алатын болса, сенсорлық сөйлеуін дамытамыз. Бала қолдарын кезек ауыстырып отырады. Мен баланы ұзақ уақыт бойы басын төменге қалдырмаймын. Бұл позиция 1-2 секундқа ғана сақталады. Егер баланың бір уақытта текшені алуға уақыты болмаса, мен текшесіз кері қайтарып, басын тағы бір рет түсіремін. Проприоцептивті дамытамыз. Баланы жатқызып, үстіне фитболмен айналдырамыз. Бұл баланың рецепторларына терең қысым жасайды және белсенді түрде ынталандырады. Яғни бала денесін максимально сезіну керек. Бұл жаттығу балаларға өте қатты ұнайды және баланың көңіл-күйі көтеріледі. Вибрация береміз. Ол 2-3 минут көлемінде жасалынады. Одан кейін баланы етпетіне жатқызып, алдыңғы қимыл қозғалыстарды қайталаймыз.